Саламатсыздар ма балалар? Бүгін біз сіздермен қазақ тілі 4-ші сынып 87-ші сабақты өтетін боламыз. Балалар, алдымен каналға тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы құстар туралы не білемін? Көптік жалғауыл зат есімдердің септелуі. Және бүгінгі сабақта өтетініміз мәтін мазмұны бойынша шешім табуға бағытталған сұрақтарға құрастырып жауап береміз және көптік жалғауыл зат есімдердің септелуін білетін боламыз. Енді балалар 13-ші жаттығуға қарайық. Мәтінді оқы дейді. Мәтіннің тақырыбы қайырымды балалар. Сәулет көкке қарады. Қарлығаштар төмен құйылып, кеудесімен жер соға жаздап барып қайта көтерілді. Келбет екеуі біраз қарап тұрды. Қарлығаштар шырылдап айнала ұшып жүр. Ой, деді сүрініп кеткен Сәулет тізесін сипалап. Әне, ана балапанды қарашы. Кәне, қайсысы, қай жерде? Әне, байқа, басып кетпе. Келбет келіп қарады. Кіп-кішкентай тұмсығын жерге тіреп, қызылшақа балапан жатыр. Көздерін ашып-жұмып дір-дір етеді. Сәулет балапанды алақанына салып көрді. Ұядан ұшып түскен ғой, деді. Тірі ме? Я, тірі сияқты. Бізден қорқып тұрған шығар. Онда ұясына салайық, деді де сатыны әкеп үйдің қабырғасына сүйеді. Сатыға шығып, балапанды ұяға салды. Сәулет пен Келбет сатыны алған соң қарлығаштар ұяға қонды. Манағыдай емес, көңілді. Көкке көтеріліп, балалардың төбесінен 2-3 айналып өтті, дейді. Енді балалар, осы 13-ші жаттығудағы мәтін бойынша берілген тапсырмаларды орындайық. Ең бірінші тапсырма, мәтіннің мазмұны бойынша бір-біріңе сұрақ қойыңдар. Одан кейін неліктен, неге олай деген сұрақтарды пайдаланып, мәтін мазмұны бойынша сұрағылы сөйлем құра дейді. Мәтіннің мазмұны бойынша сұрақтар бұл: ең бірінші, тізесін кім жарақаттап алды? Екінші, Сәулет пен Келбет нені көрді? Үшінші, олар қандай ерлік жасады? Ал енді неліктен деген сұрақтарды пайдаланып, мәтін мазмұны бойынша сұрағылы сөйлем құра дейді. Қарлығаштар балалардың төбесінен неліктен 2-3 рет айналып өтті? Балалар неліктен балапанды ұясына салды? Әрі қарай бізде тағы бір тапсырмалар бар. Яғни қарамен жазылған берілген сөздерді теріп жазып, сөз құрамына талда, олардың қай септікте тұрғанын айт дейді. Және қарлығаштар сөзін ауызша септе делінген. Мәтін бойынша қарамен жазылған сөздер: қарлығаштар, көздерін және балалардың. Бірінші, қарлығаштар сөзін сөз құрамына талдайық. Қарлығаштар, түбірі қарлығаш, тар, яғни бұл жерде көптік жалғауы болады. Екінші, көздерін, түбірі көз, көздер деген дер ол көптік жалғауы. Оның көздері, яғни тәуелдік жалғауының 3-ші жағы, көздерін, бұл табыс септігінің жалғауы болады. Үшіншісі, балалардың, түбірі бала, балалар дегендегі лар ол көптік жалғауы, алдың ілік септігінің жалғауы. Келесі, енді қарлығаштар сөзін ауызша септе деген. Атау септігінде қарлығаштар, ілік септігінде қарлығаштардың, барыс септігінде қарлығаштарға, табыс септігінде қарлығаштарды, жатыс септігінде қарлығаштарда, шығыс септігінде қарлығаштардан, көмектес септігінде қарлығаштар мен болады. 14-ші тапсырма, мәтінді қатесіз жаз дейді. Құстарды суықтан мамығы мен қауырсыны сақтайды. Қыста азық табу қиын, сондықтан құстарға адамға жақын жүреді. Құстардың табиғатқа пайдасы зор делінген. Енді осы мәтін бойынша тапсырма: көптік жалғауыл зат есімдерді тап, құс және құстар сөзін септеп жазып, өзара салыстыр дейді. Берілген мәтін бойынша бұл жерде көптік жалғауыл сөз құстар болады. Енді сөздерді септейік. Құс сөзін және құстар сөзін. Атау септігі құс, ілік септігі құстың, барыс септігі құсқа, табыс септігі құсты, жатыс септігі құста, шығыс септігі құстан, көмектес септігі құспен болады. Енді құстар сөзін септейік. Атау септігі құстар, ілік септігі құстардың, барыс септігі құстарға, табыс септігі құстарды, жатыс септігі құстарда, шығыс септігі құстардан, көмектес септігі құстармен болады. Енді бізде 15-ші тапсырма: құстарға қанат не үшін керек екенін белгіле дейді. Бұл жерде сайрау үшін, ұшу үшін, дене жылуын сақтау үшін, жауыннан қорғану үшін және желден қорғану үшін деп беріліпті. Бұл жерде дұрыс жауап, балалар, ұшу үшін және дене жылуын сақтау үшін болады. Келесі 16-ші жаттығу: көп нүктенің орнына тиісті септік жалғауын қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз делінген. Құстар өте пайдалы. Олар тышқандар мен шегірткелерді, кеміргіш жәндіктерді жояды. Әнші құстар қонақтаған бақтың ішіндегі жемістерге құрт түсіп шірімейді. Балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақтарды жоғалтып алмас үшін менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.